Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам деп жырлаған Сұлтанмахмұт Торайғыровтың елінде қазақтың салт-дәстүрін дәріптейтін, тіл білімін ұстаным етіп алған рухани көш керуені бүгін қонақта. Жүректегі жеткізетін жырымды, тілім қазақ ұшқын атқан жалынды, атқаратын өлеңіммен сырымды, тілім қазақ түркілердің сарыны дей келе, өз поэзияшыл өнерімен мектебіміздің 5-7 сынып оқушылар арасында жыр шуақ айдары. Қазақтың салт-дәстүрі тек ата-ананы ғана сыйлауға емес, күллі адамзат баласын сыйлауға баулиды деген Ғабиден Мұстафиннің сөзі бүгінгі ашық сауалнамаға үлкен негіз бола алды. Орыс тілді сыныптардың арасында өткен «Сіздің қазақшаңыз қалай» атты акциялық сұрақ мемлекеттік тілдің практикалық деңгейін қозғай алды. Қазақи салт-дәстүр мен рухани білімді дәріптейтін көш керуен бүгін Сұлтанмахмұт Торайғыров ауылында. Жаса, ғажап тілім, баянды боп азат тілім, бағын таймасын. Жаса, рухты қалдым, жаса, құтты салдым, айданасың, мықты даңқым, жаным жайнасын. Көксіндері кесін берген, керуен тартып, көшін берген, төрт тілігі төсін өрген, жаса қызығым. Ту көтеріп, тұлпар мінген, саят құрып, сұңқар білген, күй төгіп шырқап жүрген, жаса қазағым. Хей! Жаса, қазақ тілім, жаса, ғажап тілім, баянды боп азат тілім, бағын таймасын. Жаса, рухты қалдым, жаса, құтты салдым, айданасың, мықты даңқым, жаның жайнасын. Жаса, ғажап тілім, баянды боп азат тілім, бағын таймасын. Жаса, рухты қалқым, жаса, құтты салқым, айданасың, мықты даңқым, жаның жайнасын. Жаса, отбасыңа мереке берсін. Мына 7-ші Б класының жасаған Сұлтанмахмұт Торайғыров ауылына келіп, оқушылардың сапалы білім, саналы тәрбие алып жатқанына куә болып отырмыз. Жамбыл атамыздың жасын берсін, Абай атамыздың басын берсін, Сәкен атамыздың сәнін берсін, Ахмет атамыздың әнін берсін. Осындай үлкен жетістіктерге жете беріңдер. Жақсы балалар, рахмет. Ал келген керуен басы сіздерді осы ауылдың Бүгіннің кезекті жаңалықтарының бірі жыр шуақ айдары бойынша 5-7 сыныптар оқушылар арасындағы поэзия жанры бойынша өлең оқып жұртшылықты тамсандыра білді.
Сұлтан-Махмұт Торайғыров, туған еліме, үміт қып менен қарайсың, көңіліңе медеу санайсың, балалыққа жарасаң, аталыққа жарайсың. Қайтейін елім қимаймын, қия алмай жанды қинаймын, қимай қалсам ішінде, тағы тыншып сыймаймын. Алты қырдан астанда сөздеріңді сыйлаймын, тек қалауым сіздерден серіктікті милаймын. Сұлтан-Махмұт Торайғыров, Алаш ұраны, Алаш туы астында. Біз Алаштың баласы, күніміз туып көгерді, Сарыарқаның даласы. Құрт ауылдай жайлаған, құртпаққа бізді ойлаған, қанымызға тоймаған, қолымызды байлаған. Ерімізді айдаған, елімізді лайлаған, терімізді шимайлаған, өшті залым қарасы, жасасын Алаш, жасасын Алаш туы астында. Саяхмет Саялар, өз шығар башымнан, тілім менің бақытымның асқары. Тілім менің өмірімнің бастауы. Ең бағалы құралым ғой тіл деген, ұғынысы түсіне алар басқаны. Тілсіз біздер тындырмаспыз тірлікті. Тіл арқылы сақтаймыз біз бірлікті. Тіліменен тас жарады әлемде, өткір сөзбен ұшқыр оймен кім мықты. Тілімізбен бақыттымыз бәріміз. Тіл бар кезде тыныш атар танымыз. Тілімізбен ерекше ғой адамзат, тілімізбен қуанамыз бәріміз. Тілімізді құрметтейді Расулан. Алматы қаласының тұрғындары қазақтың салт-дәстүрі қаншалықты деңгейде екенін тексеру мақсатында тікелей эфирде сауалнама жүргізіп жүрген менің әріптестерім Базарбаева Айгерім мен Бақыш Ақбота. Сөз кезегі сіздерде. Рахмет, Асия. Салт-дәстүр сан ғасырлық саф мұра. Ықылым заманнан бері өзінің өміршеңде жасампаз қасиетін еш жоғалтпай халқымызға қызмет етіп келе жатқан барша игі салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды бабаларымыздан қалған асыл мұра ретінде қадірлеп қастерлеу әр қазаққа парыз. Бүгінгі сауалнамамыздың тақырыбы да осы болмақ. Естеріңізге сала кетейік, әрбір дұрыс жауап берген сауалнама қатысушысына сыйлықтарымыз бар. Олай болса, сауалнамамызды бастайық. Сәлеметсіз бе? Есіміңіз кім болады? Сәлеметсіз, менің атым Анара. Анара, сізге қоятын бірнеше сауалдарымыз бар. Егер сұрақтарға толық әрі нақты жауап берсеңіз, сізге беретін сыйлығымыз да бар. Жақсы. Бірінші сұрақ, бесік құда дегеніміз не? Бесік құда дегеніміз, ол бесікте жатқан сәбилерді ата-аналары осы ерте жастан бастап құдаластырып қояды. Өте жақсы. Үй көрсету қандай дәстүр? Үй көрсету дегеніміз, ол жаңа келген келінге осы ағайын туысқандары қонаққа шақырып дәм татқызады. Өте жақсы. Келесі, сәлем салу қандай дәстүр? Сәлем салу дегеніміз, бұл осы келіннің жалпы былай дәстүрі. Келін ол ата-енесіне, ағайын жұртына деген құрметі болып саналады. Көп рахмет сізге, сұрақтарға толық жауап бердіңіз. Мына сыйлық бізден естелік болсын. Сауалнамаға қатысқаныңызға рахмет. Сәлеметсіз бе, қайырлы күн, сіздің есіміңіз? Сәлеметсіз бе, мен Исмайылым. Сізге бірнеше сұрақтарым бар еді. Қажалау қандай дәстүр? Қажалау ол қазақта жаңадан нәресте дүниеге келген кезде оның анасы мен сәбиге күтім жасайды, сол дәстүрді қажалау атаған. Екінші, құйрық бауыр жегізу. Бұл қандай дәстүр? Құйрық бауыр жегізу деген ол екі қыз бен жігіт үйленген кезде құдалық мыңжылдық болсын деп екі жақ бір-біріне құйрық бауыр жегізген. Сол дәстүрді осылай атаған. Жақсы. Өлтірі. Бұл қандай ұғым? Өлтірі деген ол қыз ұзатылып кеткеннен кейін жасалатын дәстүр, яғни өлі байымай, өлі разы болмай, тірі байымайды деген. Яғни өлген ата бабаларына арнап Құран оқытып ас беру. Жақсы, көп рахмет. Сіз барлық сұрақтарға дұрыс жауап бердіңіз. Біздің атымыздан мына кішігірім сыйлықты қабыл алыңыз. Көп рахмет. Сәлеметсіз бе, ағай? Сәлеметсіз. Сізге қоятын бірнеше сұрақтарымыз бар. Егер сұрақтарға толық жауап берсеңіз, сізге арнайы сыйлық береміз. Бірінші сұрақ, құрсақ шашу дегеніміз не? Құрсақ шашу дегеніміз, егер қызымыз ба, келініміз ба босанса, сонда
сыйлап жаңағы подарка алып келді. Соны қуыршақ шашу дейді. Яғни көршілерге беретін сыйларымыз. Сый құрмет, жақсы. Келесі сұрақ, қалмал деген салт дәстүріңізді қалай түсінесіз? Қалмал деген қызымыз үйленсе, тұрмысқа шықса, әкелетін жаңағы жабдықтары, подаркалары қалмал деп есептейміз. Жақсы. Келесі бастаңғы деген ұғым бар бізде. Сол бастаңғы ұғымын айтып берсеңіз, не туралы екен? Бастаңғы деген ұғым, егерде жаңағы папалары, мамалары бір жаққа кетіп қалса, енді қатырып кетсе, балалар жастар жиналады да бастаңғы жасайды. Жақсы, рахмет. Сіз біздің сұрақтарымызға толық жауап бердіңіз. Мына сыйлықты бізден қабыл алыңыз. Абайдың қара сөздері. Сауалнамаға қатысқаныңызға көп рахмет. Рахмет. Қайырлы күн. Сіздің есіміңіз кім? Сәлеметсіз бе? Менің есімім Аяулым. Сізге бірнеше сұрақтарым бар еді салт дәстүр бойынша. Бірінші сұрақ, әмеңгерлік қандай салт дәстүр? Әмеңгерлік әйелінің күйеуі қайтыс болған жағдайда келінді жаңағы қайынінісіне немесе қайынағасына тұрмысқа беру салт дәстүрі болып есептеледі. Иә, рахмет, көп. Екінші, беташар қандай салт дәстүр? Беташар келінді қайын жұртына таныстыру салты болып есептеледі. Өте жақсы. Үшінші, сыңсу қандай салт дәстүр? Сыңсу ол қыздың ұзатылып жатқан кезде өз жұртымен қоштасу салты. Өте жақсы. Сіз барлық сұрақтарға толық әрі нақты жауап бердіңіз. Сізге біздің атымыздан кішігірім сыйлықты қабыл алыңыз. Рахмет, көп. Қазақ халқы ежелден төрткүл дүниенің қай бұрышында жүрсе де ата салтын ұмытпаған, дәстүрін ұлықтаған, шұрайлы тілін сақтай білген текті халық. Осы құндылықтарды өскелең ұрпақ өз бойынан өшірмесе екен дейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әсия, эфир тізгінін өзіңе ұсындық. Сәлем достар, біз қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің қазақшаңыз қалай айдарының кезекті санын бастаймыз. Біз қазақшаңыз қалай айдарының сенен сұхбат алайын деп едік. Сен бізбен біргесің бе? Сәлем, атың қыз? Менің атым Арзу. Нешінші сыныпта оқисың? Мен 6-шы сыныпта оқимын. Абай жолы романын кім жазғанын білесің бе? Иә, өзім жаздым. Абай жолы романы не туралы? Қазақтың бас ақыны Абай Құнанбай. Абай жолы романы неше туралы тұрады? Томнан тұрады. Рахмет, мынау саған берген сыйлық. Сәлем, біз қазақшаңыз қалай айдарының сенен сұхбат алайын деп едік. Сен білесің бе? Сәлем, атың кім? Нешінші сыныпта оқисың? Қазақтың қандай ақындары білесің? Абай Құнанбай, Мұқағали Мақатаев. Қай ақынның өлеңін жатқа бере аласың? Мұқағали Мақатаевтың бақыты бар айтайын. Ең бірінші бақыты халқым менің соған берген қоянның алтын кені мол бақ көзімен нұрның қол болмаймын. Қымбатырақ алтыннан нарқы менің. Ал екінші бақытым тілі менің таж мейлі тілі мен тілім дедім. Кейде дүниеде түнілсем де қасиеті тілімен түнілмейдім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген, кім десе отан деген, оты сонымен жалында жан барасың ба, ойланбай ақылдағы отан менен. Қазақшаңыз қалай айдарының сенен сұхбат алайын деп едік. Сен білесің бе? Иә. Сәлем, атың кім? Менің атым Аяр. Нешінші сыныпта оқисың? Мен оқимын 5-ші сыныпта. Қазақтың қандай жазушылары ұнайды? Маған көп ақын жазушылар ұнайды. Және оның ішінде Бердібек Сапарбаев ұнайды. Не себепті саған бұл жазушы ұнайды? Өйткені ол балалардың ең сүйікті жазушысы және ол өте қызықты шығармалар жазды. Саған ең қатты ұнайтын шығармасы қандай? Менің атым Қожа. Ал менің атым Қожадағы басты кейіпкер кім? Қожа. Кейбір кезде оның іс-әрекеттері және менің іс-әрекеттерім ұқсас болады. Сұхбатыңа рахмет, ал саған сыйлық. Рахмет. Қазақилықтың алтын нышаны атанған Алаш телеарнасының көрермендері, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Ертеңгі жаңалықтарда кездескенше.